Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қаттаманы әзірлейтін боламыз. Бір жасағанымнан шығады, өте дәмді, қытырлақ. Көріп тұрғандарыңыздай. Видеоны соңына дейін көріп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп өтіңіздер. Жасау үшін газдалған су, жұмыртқа, тұз, ұн болса жеткілікті. Газдалған суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін тұзымызды салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Осындай аппақ болып шығу керек. Тұздың дәмін көріп аламыз да, одан кейін қамыр илейтін боламыз. Жақсылап июн қандырып илейміз. Демалуға жібереміз. Мінекей қамырымыз демалып шықты. Теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Кесіп алған соң демалуға қойып қоямыз. Қамырымыз демалып болған соң ұнымыздың көмегімен жақсылап тегістеп, бір қалыпты етіп қамырымызды жайып аламыз. Қыздар, ескере кететін жайт. 3 қамырымызды бірден жайып аламыз. Өйткені бірінші қамырымызды жайып, үстін майлап, сосын екіншісін жайып, тағы оны майлаймыз, сосын үшіншісін майлаймыз. Сол үшін үшеуін бірден жайып алыңыздар. Бір-бірінің үстіне қойып майлайтын боламыз. Бәрін бірдей жақсылап жайып алдық. Енді майымызды құятын боламыз. Ерітілген сары майымызды немесе маргаринімізді бөлме температурасында суытып, содан кейін барып, суыған соң қамырымызға жағатын боламыз. Ешқандай жерін қалдырмай, бірдей қылып жаямыз. Құрамына керекті қажетті заттардың бәрін описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да жаңа рецептер шығатын болады. Жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал майымыздың барлығын жағып алдық, бүткіл жеріне жеткізіп, енді қамырымызды тығыз қылып орайтын боламыз. Тығыз қылып ораймын деп жыртып жібермеңіздер.
Осылай улуу сияқты қылып жасап аламыз да тоңазытқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Түрде тоңазытқа салыңыздар, өйткені май шашырап кететін болады, бірден жасауға болмайды. Міне қамырымыз дайын болды, өз формасын ұстап тұр. Енді 250 граммнан бөліп алатын боламын. Сіздер 200 граммнан бөлсеңіздер де болады. Қыздар, қатпарлы болу үшін дәл видеодағыдай жасаймыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, видеодағыдай. Осылай алақанымызбен жоғарыдан төменге қарай мұжатын боламыз. Бізде 7 қаттама шықты. Қамырымызды 3-4 минут демалтып, ұнға аунатып немесе ұнымыздың көмегімен сеуіп отырып жайып аламыз. Қаттамамызды қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Өйткені қатты қалың жұқа болып кетсе, қаттамамыз онша шықпай қалады. Қызып тұрған табамызға кішкене су майымызды құйып, көп құймаймыз, кішкене ғана, видеодағыдай. Қаттамамызды салып пісіріп аламыз. Қаттамамызды баяу отта да немесе қатты отта да пісірмейміз, орташа отта пісіретін боламыз. Қатты отта пісетін болса, қаттамамыз жұмсақ болып қалады. Сол үшін орташа отта пісіріп аламыз, сонда қытырлап күшті болып шығады. Осылай алақанымызбен тоқтамай, тоқтаусыз айналдырып тұратын боламыз. Өйткені барлық жақ бірдей пісуі керек. Айналдырмасаңыздар күйіп кететін болады. Қатая бастағанда, яғни сеземіз, қатая бастағанда екінші жағын аударып, оны да тоқтаусыз айналдырып тұратын боламыз. Мінекей қаттамамыз дайын болды. Табамыздан алып, екіншісінде дәл солай су майымызды құйып алып, қаттамамызды салып, қолымыздың көмегімен тоқтаусыз айналдыратын боламыз. Қыздар, су майды көп құюдың қажеті жоқ, өйткені біздің қаттамамызда майы бар. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін пісіріп көрсетіп жатырмын. Біздің қаттамамыз дайын болды. Өте дәмді, жеген де арманда, жемеген де арманда. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.